Музыкалық аспаптың падишасы саналатын органда неміс композиторлары Бах пен Шуменнің шығармалары орындалды. Тыңдармандарын үрмелі аспаптың сұлу сазына еліткен Венера Сейтпатталова. Қазақ үшін біршама таңсық музыкалық аспаптар бар, соның бірі орган. Сол таңсықтығынан болар, елімізде органшылар көп емес. Дей тұрғанмен әлем сахнасында өнер көрсетіп жүрген жерлестер де көбейіп келеді. Бүгінде Шығыс Қазақстандық ару талантымен талайды тамсандырып жүр. Ел абыройын асқақтатуға ат салысқан өнерпаз туған жеріне тарту жасады. Венера Сейтпатталова Алматыда білім алған. Ол Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның түлегі. Музыкант бұған дейін Астанаға тек кеш өткізуге ғана келетін болса, бүгінде бас қаланың тұрғыны. Еңбекқор органшы өнермен қоса ұстаздық етуді де мойнына алған. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық өнер академиясында шәкірттер тәрбиелеп, жастарды музыкаға баулып келеді. Орган аспабын студент кезде меңгере бастадым. Пианист, органшы Ғабит Төлеутайұлы Несіпбаевтан сабақ алдым. Қазіргі таңда ол Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының солисті. Сондай-ақ ұстаздық жолдан да алыстаған жоқ. Барлық музыканттар сияқты алғашында пианино классын бітірдім. Қаншалықты күрделі аспап болса да, күйсандықты меңгеруіме орган музыкасына деген махаббатым көмектесті. Көрермендер әсем әуенмен әрлеген керемет кештің куәсі болды. Жүректі сиқырлы сазға толтырған бұл шара 80 минутқа созылды. Жан дүниесін елжіреткен концертті көрермендер асыға күткен. Тіпті кейбір концерттен қалмауға тырысатын тыңдармандар да бар екен. Жастығына қарамай, кезіндегі Европаның төрінде шіркеудің залдарында ғана орындалатын әндерді біздің қызымыз енді Қазақстан төріне жеткізді. Ерекшелігі Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығында халқымызға аңыз болып жүрген дүниені құлағына сіңдіріп, ұрпақтың тыныштығы үшін, болашағы үшін осында өз үлесін қосып жатқанына мен мақтан етемін. Үрмелі клавишті музыкалық аспапты бағындырған арудың бұл биылдыққа берген соңғы кеші, ал келесі жылға құрған жоспары көп. Венера Сейтпатталова Шығыс Қазақстан облысының тумасы. Ол да барлық балалар сияқты музыка әлеміне 6 жасынан бастап қадам басты. Сондай-ақ ол орган аспабында шебер ойнайтын жалғыз қазақ қызы. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.